Сәлем барлықтарыңызға. Өте оңай жасалатын миксердің көмегінсіз манная крупадан пирог дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттардан жасалады. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға манная крупамызды, қантымызды, ұнымызды салып алып, және де разрыхлителді қосамыз. Барлығын граммдарын барлығын описанияда қалдыратын боламын. Одан кейін кішкене ғана тұз қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз. Осы жұмыртқаны қосатын кезде ғана жұмыртқаның санын айтамын да, сол кезде оқырмандар ренжиді. Неге тек жұмыртқаның санын ғана айтқансыз, қалған граммдарын жазбағансыз ғой, айтпағансыз ғой дейді. Барлық граммдары описанияда қалдырылған. Айранымызды қосамыз, сары майымызды ерітіп қосып, барлығы бір массаға жеткенше жақсылап араластырамыз. Сол үшін оқырмандар астында описание деген жерде толығырақ бізге қанша керектігі жазылған. Енді кезекте бетін жауып, жоқ дегенде 20-25 минутқа қалдырамыз. Уақыт өтіп шыққаннан кейін осы кезде духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки пирогымыз пісіп шықты. Толық суығаннан соң өзінің формасынан алыңыздар. Ыстық күйінде алуға болмайды. Қараңыздар, дәл осылай жұмсақ болады. Ауызда ериді. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Өте оңай жасалады, көрдіңіздер. Және де миксерді қажет етпейді. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде манная крупа табылады деген ойдамын. Сол үшін осы пирогты жасап беріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Астарыңыз дәмді болсын.